Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қып-қызыл болып пісетін мантының рецептісін бөлісемін. Барлығын описанияға жазып қоямын. Бірінші қамырын дайындаймыз. Ең алдымен қызылшаны осылай кесіп аламын. Кейін блендермен езсем, ал сіздерде блендер болмаса, үккіштен өткізіп, кейін соғын сығып алсаңыздар болады. Енді суын құйып, блендермен еземін. Қызылшамыз өте қатты болғаннан кейін біраз күш жұмсауыма тура келді. Міне дәл видеодағыдай соғын шығарып аламыз. Тұз саламыз. Сұйық май құямыз. Бір дана жұмыртқаны құйып, жақсылап біріктіріп араластырамыз. Енді кезекте тағамдық бояу қосамыз, яғни пищевой краситель. Тағы да жақсылап араластырамыз. Оны да бірден салмаймыз. Оны бірнеше бөлікке бөліп, електен өткізіп, жұмсақ, орташа жұмсақ қамыр иілейміз. Достар, егер де сіздерге менің каналым ұнаса, ары қарай даму үшін, сіздерге жиі видеолар шығарып тұру үшін, жаңадан рецепті түсіру үшін маған қолдау білдірсеңіздер болады. Ол үшін лайк басып, подписация етіп, және де достарыңызбен бөлісіп, өз ойыңызды комментария жаза отырыңыздар. Қамырымыз керемет, қызыл қанық түске еніп жатыр. Аздап ұн сеуіп, тағы да дастарханның үстіне қойып, 3-4 минут көлемінде қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Міне, қамырымыз дайын болды. Енді полиэтилен пакетіне салып, жарты сағатты тындырамыз. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, картоп, дәмдеуіштер және де фарш керек болады. Фаршты мен бүгін жылқының етін таңдадым. Сондай жылқының етінің фаршымен істеп көрейін дедім. Сиыр етінің фаршын қолдансаңыздар да болады. Пиязды, картопты барлығын осылай 4-5 кіші бөліктерге бөліп турап аламыз.
Енді дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз. Барлығын описанияға жазып қоямын. Дәмдеуіш салғаннан кейін ерітілген сары май құямыз. Кейін жақсылап бәрін біріктіреміз. Міне, салмасы дайын болды. Қамырымызды алып, үстелдің үстіне аздап ұн сеуіп, қамырымызды 2 бөлікке бөліп алып, дөңгелек қылып қамыр жаямыз. Әзірше екінші дөңгелек қамырды полиэтилен пакетіне салып қойып қоямыз. Беш бармақтың қамырына сәл қалыңдау қылып жаямыз. Енді кезекте барлығын осылай кесіп, 4 бұрышты қылып кесіп аламыз. Дайын болған қамырға бір ас қасықтың салмасын салып, кейін барлығын әдемілеп түйеміз. Енді кезекте ыдысымызды осылай жақсылап сұйық маймен майлаймыз. Кейін барлық мантыны дәл видеодағыдай тізіп салыңыз. Міне, қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді мантымызды қайнап тұрған суға салып, 45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне достар, біздің қызыл мантымыз дайын болды. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Достар, мантының дәмі өте керемет болып шықты. Отбасыма қатты ұнады.